Өмір сенің қалағаныңдай болмайды. Бақытты боламын деп жүргеніңде, өмір керісінше болуы мүмкін. Апырмай, мен өте жаман адаммын ба? Аллах маған бақытты болуды жазбаған деп ойлайсың. Негізінде Аллах бізге бұл дүниеге жіберілу себебімізді түсіндірген, әрі бұл дүниеде емтиханда сынайтынын айтқан болатын. Дүниеде барлық нәрсе тамаша болмайтынын білдірген еді. Бәлкім сен саған жіберілген кітапты оқымаған шығарсың. Міне қарашы, Раббың не дейді? Шүбәсіз, біз сендерді қорқынышпен, аштықпен һәм мал-мүліктеріңді, жақындарыңды, әрі өнімдеріңді кеміту арқылы сынаймыз. Ендеше сабырлы болғандарды сүйіншілеп қуанта бер. Қалай анық айтылған, біз бұл дүниеге бақытты болу үшін келген жоқпыз бауырым. Біз бұл дүниеге сыналу үшін келдік. Бұл сынақтың сұрақтары өмірдің өзі.